Terörist болып кетті бала. Ваххабист болып кетті бала деп. Анашым кешір мен. Жастықпен адастым. Террорист деген кім? Бұл терминді дінге теліп қойғандардың көксегені не? Әлемде жанкештілерді дайындайтын арнайы мектеп бар ма? Көсемінің ойындағы жемісті, тұжырымды біз дін деп қабылдап қойсақ өте қауіпті нәрсе. Бір жерде ойын алаңы ұйымдастыру үшін сол жерге жаңағыдай радикалдарды топтастыру, ар жағында белгілі бір саяси күштер, белгілі бір жаңағыдай мүдделер тұруы мүмкін. Дін 21 ғасырдың мега трендінің бірі. Ал жаһандану мәдени және діни әралуандыққа айтарлықтай ықпал етіп жатыр. Және бұл барлық діндерге қатысты құбылыс. Бұндай тенденцияны алпауыттар ұтымды пайдалануда. Көзі түскен жерде діни тақырыпты тамыздық етіп, аласапыран ұйымдастырады. Лас тірліктеріне мұсылмандықты айдар қылып, оң солын танымаған жастарды жаһаннам отына айдап салады. Басты осындай терроризмнің астарында не жатыр деген мәселе. Дін жатыр ма, әлде саясат жатыр ма? Кейбір кезде саясат дінді жалап өтеді. Кейбірде керісінше дін саясатты жалап өтеді. Діни партия құрғымызды келетін дейтіндер бар. Немесе кезінде қалыптасқан әлеуметтік, экономикалық басқа әділетсіздіктің негізінде осыны қалай күресеміз деп діни жолды таңдап, соны мысалы үшін ту еткен немесе мода еткен топтарда жоқ емес. Сондықтан бір жағынан оның түбіріне, жалпы идеологиясына, мақсатына, философиясына, тіпті психологиясына да назар аударуымыз керек сияқты. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен мысалы үшін Достоевскийді сіз мысалы үшін Кафканы ұнатқаныңыз бір-бірімізді пышақтап өлтіреді деген сөз емес. Менің ғана құдайым пәк, менің ғана айтқаным ақ, біздің идеологияға, біздің сөзге қарсы шыққанның бәрін жау санаймыз, тіпті керек болатын болса, оған күш қолдануға да әзірміз дейтін экстремистік пиғылдар да жоқ емес. Радикалды адамдар қате пәтуа береді, жастардың миын улап Сирияға тартады. Ұрмай соқпай, тек қана жай идеологиямен алып барады екен соларды. Санжар Сыманов, Түркістан облысының тумасы, әлеуметтік желіде терроризмді насихаттап, сот үкімімен 7 жылға бас бостандығынан айырылған. 2019-да біздің әкем аяқ асты инсультпен қайтыс болды, дүниеден өтті. 2017-те мен мектепті бітірдім. Жетіп халықтар, Шымкент қаласындағы Халықтар достығы университетіне физрук дене шынықтыру мамандығына факультетіне тапсырдым. Өттім бірінші курстан. Жаңа әкемнің қайтыс болғаны маған қатты соққы болды. Асыраушым сәл қиналғы болмағаннан кейін мен оқу тастауға тура келді. Жастықпен сәл тез ақша табу мақсатында ұрлыққа бардым. Ұрлық істеп, сотталып, 3 жыл бас бостандығынан шектеу жазасы берілді. Содан кейін дұрыс адам болып өмір сүруім үшін болашақта намаз оқып көрейін деп әрекет қылдым. Бірақ менде мүмкіншілік болмады. Медресеге барып дайындалуға, өйткені менде қарындасым бар, мектеп оқитын. Анам жалғыз, оларды асырауым керек. Содан Астана қаласына жұмысқа баруға тура келді. Халықаралық террорлық топтардың уысына көп жағдайда діни түсінігі жоқ, өмірден түңілгендер түседі. Мұндай адамдардың болашаққа сенімі семіп, бойын пессимизм билейді. Кінәні өзінен емес, өзгеден көріп, өш алудың жолын іздейді. Осындай кезде радикалды идеологтар іштегі өшпенділігін күшейтіп,
өзіне қол шоқпар етеді. Жастықпен білмей қалдық. Астанада құрылыс жағалаған Санжар да интернеттегі псевдошайықтарды тыңдап, шатақ тәліміне шаталды. Жұмыс істеп жүріп, менде енді сәл өзімде де еріншектік болды ма, или сәл жалқаулық болды ма, медресеге или мешітке баруға сәл ұстаным болмады. Сонымен бұқаралық ақпарат интернет желісімен білім алуға әрекет қылдым. Жұмыс істеп, екеуін бірдей алып жүремін ба деп. Интернет барысында, Инстаграм желісінде, Телеграм желісінде видеороликтерді тыңдап, арада Садық Самарқанди, Абдуллах Зуфар, Абу Салах деген жалған аттағы адамдарды уағыздарын естіп, мен оларға сеніп, солардың үгіт насихатын естіп жүрдім. Біраз уақыт тыңдап, солардың дұрыс деп біліп жүрдім. Видеороликті өзім басқа біреуден сайтынан скачать етіп, тартып өзімнің сайтыма қойдым. Сайтым ашық еді. Мен Астанада бір өзім болғаннан кейін ешкім жоқ жанымда сілтейтін, бақылауда ұстайтын жаспын, 20 жастағы баламын. Жалғыздықтан да бар, эмоциядан да бар. Содик Самарканди, Абдуллах Зуфар, Абу Салох. Халықаралық Катиба Таухид уал Джихад террористік ұйымының идеологтары. Алғашқы екеуі Өзбекстан Республикасында дүниеге келіп, Мысырда содырлардың сойылын соға бастады. Қазір Самарканди Стамбулдағы псевдомедреселер арқылы астыртын саясат жүргізіп жатыр. Зуфар болса, Каирде отырып, жастарды соғысқа үндейді. Ал Абу Салох Қырғызстанда дүниеге келген өзбек ұлтының өкілі. Сириядағы сойқанға белсене адам тартқан арбаушы. Ескертеміз, бұл үштік халықаралық іздеудегі қылмыскерлер. Самарқанди өзбек тілді уағызшы, бұл неосалафиттік уағызшылардың көсемдерінің бірі. Абдулла Зуфар, Абу Салах есімді азаматта радикалды уағызшылардың бірі. Құранда пайғамбарымыздың хадисінде келетін діни термин сөздерді бұрмалау арқылы, негізгі мағынасын емес, өзінің мүддесі үшін бұрмалап, бұл дәріл күфір, яғни бұл Өзбекстан Республикасы болсын, басқа да зайлы демократиялық мемлекет болсын, бұл ешқандай ислам мемлекетіне жатпайды. Ол мемлекетте жүру, ол мемлекетте тұру, ол күнәға апарады. Егер мүмкіншілігің болып жатса, саған мемлекет тарапынан қысым болып жатса, сен көңіліңе ұнайтын жақсы ислам мемлекеттері, дұрыс мемлекетке хижрат, қоныс аудару керек дейді. Тағы бір сөзінде тағут дейді. Тағут, яғни бұл зайры демократиялық құқықты мемлекет, бұл тағут мемлекеті. Тағут мемлекетте өмір сүруге болмайды. Алланың уәде еткен жұмақтың төрі сенікі деген мақсатта жихад ұғымын бұрмалайды. Радикал, ол дін сатқан жастар мен улап өздерін өлімге басын тіктіру деген адамгершілікке жатпайды. Олар хайуандар ғой. Дінін сатқандар деп есептеймін мен. Онан артық ештеңе айта алмаймын. Ең оңай нәрсе интернетте адасу оңай екен. Сәл қате қадам болды. Қылмыс болып кетеді. Көрінбейтін вирус бұл. Мысалға, басқа вирустардан ерекшелігі қаупі бұл көрінбейтіндігінде. Бұл идеология, бұл ойда адам санасында жүретін нәрсе. Бұл қалай жоғады? Бұл бірінші сауатсыздарға жоғады. Тек қана діни сауатсыз емес, саяси сауатсыздық, тарихи сауатсыздық, психологиялық сауатсыздық, әлеуметтік сауатсыздық мысалға. Бірінші түймеңізді дұрыс қадамадыңыз ба, сіздің соңына дейінгі түймеңіз солай қисық қадалады. Қай жерде иммунитет аз, сол жерден сол есіктен кіреді бұл. Санжар әлеуметтік желдегі парақшасында Самаркандидің сойқанын, Зуфардың зұлымдығын, Салохтың мұсылмандарға жасаған сатқындығын жариялаған. Тілге тиек етер жайт, 25 жастағы азамат пір тұтқан Абу Салох Катиба Таухид уал Джихад террористік ұйымының негізін қалаушылардың бірі. Катиба Таухид уал Джихад 2014 жылы Сирия аумағында құрылды. Діни терминдерді бұрмалап, терроризмді ақтайды, манипуляциялық әдістер арқылы джихадқа шақырады.
Шам жеріндегі қырғынға жанкештілерді дайындады. 20-дан аса тілде жалған ақпарат таратты. Дәл осы ағым 2016 жылы Бішкектегі Қытай елшілігін жармақ болған. Ескертеміз, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі және ақш Катиба Таухид уал Джихад ұйымын террористік деп танып, әлемнің көптеген елдері оны қара тізімге енгізді. Деструктивті ағымдардың ең бір жаңағыдай қуат алатын жері фундаментализм ғой. Дін мәжбүрлеген уақытта ол дін болмайды. Себебі дін бұл адамның өз еркімен, ішкі жан дүниесімен болу керек. Сондықтан бұл мәжбүрлеу, адамдарды күшпен қорқыту, үркіту арқылы дінге тарту дейтін дүниелер мүлдем дұрыс нәрсе емес. Сахабалардың өзі, мысалы, ешқандай бірде-бір мұсылман жоқ елдерде өмір сүрген. Бұл бізге нені көрсетеді? Мұсылманы жоқ елде өмір сүруге болады, олармен бірге жаңағыдай сауда жасауға болады, тіптен сол арқылы мұсылмандық тараған. Мысалы, мұсылмандық ісімен дейді ғой, енді ол ісімен көрсеткен мұсылмандықтың қалай екендігін. Ал енді адамның өзінде дұрыс сана болмаса, адамның өзінде имандылық, жаңағыдай мұсылмандық белгілер болмаса, ол қай жерге барса да, ол мейлі жаңағыдай Меккенің түбінде, Қағбаның түбінде өмір сүрсе де, ол толық мұсылман болып саналмайды. Исламның қайнар бұлағын, таза бұлағын іздеу, ол өзінің жүрегінен іздеу керек адам. Дінді табу үшін жаңағыдай шетел асып, немесе жаңағыдай қарулы қақтығыстарға, сондай қиындықтарға баратын дүние емес. Ол қандай жерде өмір сүрсе де, өзінің қоршаған ортасымен дұрыс қарым-қатынасы арқылы ол мұсылман болады. Білмей қалдым да мен, қатты көңіл бөлмегендіктен, білмей сауатым болмағандықтан адасып солардың артына еріп кеттім. Білгенді істемейтінім, қателігім болды. Анашым кешірім мен. Осыдан шығып алдыңа барсам, бұдан кейін бұндай жағдайлар болмайды. Өзім әде берем. Өзім болам алдыңда. Кешірім мен. Жастықпен адастым. Ол кісін мен ауылда жүріп, мал бағып, қоля еге бер деген еді. Мен жоқ деп Астанаға кеттім да. Қалаға. Сол жүрекке қатты батады. Өйткені ол кісінің жанында болсам, может, бұндай болмайтын ба еді. Ол кісі контроль ұстайтын ба еді. Не істеп жатсың балам деп, телефонды көретін ба еді. Мынау болмайды деп, может, көмектесетін ба еді. Сотта Санжар жариялап таратқан өзбек тілді контенттің терроризмді насихаттауға бағытталғаны дәлелденді. Мазмұны қолыңа қару алда, қасиетті соғысқа қатыс дегенге саяды. Салафизм, ваххабизмдер тікен сым сияқты жастардың миын улауға әрекет қылып жатыр. Бұған қоса сараптама псевдоуағызшылардың отты уағызында өзге конфессияларға қатысты теріс пікір айтылғанын растады. 25 жастағы жерлесіміз өзіне тағылған айыппен келісіп отыр. Интернет деген жүйе бұл деструктивті ағым ұстанушылардың ең үлкен қаруы. Диалогияда ең үлкен қаруы, және де осы үлкен қару арқылы біздің еліміз болсын, бүкіл әлемдегі азамат пен азаматшалардың барлығын осы қару арқылы өздеріне тартып жатыр. Бұл да тартудағы жолдар өте көп. Біріншісі жалған уәде, жұмаққа жол, жақсылыққа жол деген секілді тұлғалық дағдарысқа ұшыраған азаматтарды өздеріне байлап жатыр. Бұл біздің елімізге де үлкен әсерін беріп жатыр. Бұның алдын алу мақсатында ең әуелі біздер дұрыс діни бағыттағы контенттерді өте көбейту керек. Түрме ең өзің дұшпаныңа тілемейтін жер ғой бұл түрме. Түрмеге түсу өте қиын нәрсе. Бұл жерден шығу да өте қиын. Өткен уақытың кетеді, ата-анаңның жүрегін ауыртқаның кетеді. Даже барынша түрмеге түспеуге әрекет қылу керек. Интернеттен білім алмау керек. Мен молдамын, мен шейхпін дегендерге сенбеу керек. Оны бәрін байқап тексеру керек.
рұқсат алу керек, одан кейін барып көру керек болады. Жеткізе алмай сәл. Нөпсін сәл. Бір анық бар. Ешкім анадан террорист болып тумайды. Ешбір дін адамды террорист бол деп үгіттемейді. Бірақ ақиқат жолдан адастыруды көздейтін деструктивті күштер бар. Олар арнайы бағдарламалар арқылы ақпараттық алаңды жаулап алуға қаржыны да күшті де аямай жатыр. Оған қарсы алдын алу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр десек те, бүгінде әркім үшін сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуреті де ішіне қулық сақтап деген Хакім Абай өсиеті өзекті болып тұр. Халықтың сауатын көтеріп, өз жарасын өзі жалап жазар күнге жетпейінше, Санжар сияқты құрбандар қатары да азаймасы анық.